бізге босаңсуға болмайды. Әсіресе бізге қариялардың жағдайын айттым, ол кісілер еңбегін жасады, терін төкті жастарға. Менің замандастарыма, сізге, бізге және ағаларымызға бізге босаңсуға болмайды. Бізге аттың үстінде, түйенің қолында, аттың жалында жүріп еңбек ететін кез. Қазір мысалы жастардың көпшілігі телевизордан көріп әлеуметтік желілерге көп мән беріліп кетті. Заманның ақиқаты. Оны алып тастай алмайсыз. Жауып тастағаннан басқа бірдеңе шығады. Сондықтан сол жерде өзім сияқты тіркеліп отқан әрбір жігіттерге айтар едім. Бізде бүйтіп жеңіл ойлау бар. Мен айтқаннан бірдеңе өзгеріп кетеді дейсің ба? Болмаса мен істемесем бірдеңе болады дейсің ба деген сияқты. Баяғыда еврейлердің бір патшасы мынандай бір сынақ өткізген екен. Бүкіл халықты жинап, үлкен тайқазан сияқты қазан қойып, түнде бір кеседен сүт құйыңдар, азанда жетімдерге таратып береміз деп. Сөйтіп бір еврей ойлапты түнде. Мен бір кесе су құяссам, ешкім білмейді ғой деп. Сөйтіп азанда қараса, қазанның бәрі су дейді. Шайтан әрқайсының ойына шап шыққанда, сен бір кесе су құяссаң, ештеңе болмайды ғой деп. Сондықтан мен істемей-ақ қойсам, ештеңе болмайды деген нәрсе, демек бүкіл ұлт оны істемейді деген нәрсе. Жаңа Сұлтанмахмұт атамыздың сөзін ақсақал өте әдемі айтты. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам қараңғылықтың кегіне, күн болмағанда кім болам? Боламыз деп тұрған жоқ, мен болам деп тұр. Өйткені әр қазақ мен осыны істемесем, кім істейді деген түсінікте болу керек. Сіз осы сөзсіз ел деген бағдарламаны істемесеңіз, кім істейді басқа? Осы жерге кеп, осы тәуелсіздік жайлы, Самат ағамыз имандылық жайлы бір ауыз сөз айтпаса, кім айтады басқа? Ақсақал келіп, қиыншылықтың қадірін бізге жеткізбесе, кім жеткізеді басқа? Тәуелсіздіктің, сана тәуелсіздігінің, және осы тәуелсіз Қазақстанның болашақ бізге керек екендігін мен айтпасам, кім айтады басқа? Деген сияқты түсінікте болса әр қазақ, онда иншалла бұл қазақ елі шайқалмас еді деп ойлаймын. Мысалы, жаңа кейбір бауырларымыздың сөзіне қатысты, мен керағар пікір айтады. Кейде саясатты түсінбей, исі мұрынына бармай жатып, елбасын жамандайды. Болмаса тағы сондай тәуелсіздігімізге зияны тиеді-ау деген сөздерді айтады. Бірақ сұрасаң, менің бір ауыз сөзімде тұрған не бар дейсің деп ақталады. Елдің басына күн туып тұрған аумалы төкпелі қазір бір оп-оңай заман емес. Мына жағымыз былай болып жатыр. Ресей мен Түркияның жағдайы анау, мына жағыңызда Қытай тұр, мына жағыңызда 30 миллион өзбек тұр. Оп-оңай арқаны кеңге салатын заман емес, тәуелсіздік сақтау жолында күрес жүріп жатқан заман. Біздің көкейімізге орнығу үшін өзге алпауыттар идеология жүргізіп жатқан заман. Әр ауыздан шыққан бір ауыз сөздің тәуелсіздікке әсері бар. Сондықтан жаңағы сөзсіз елді тыңдау үшін сен де түзел дейді ғой. Немесе осындай сөздердің барлығы бастан өткен соң айтылған сөз.